Бүгінгі қонағымыз Мирболат Тойтов. Ең жақсысы бала 5 пен 7 аралығында қалыптасады. Өзіміздің Мұхтархан Ділдәбеков ағалы сияқты ол да кеш бастатты. Бұл әлемді жаңа біраз шыңдарды бағындырды. Таланты астаспаса да жаңа еңбекқор. Негізі сол еңбекқорлар бір жерде жаңағы бір шешіп шығады. Әр қазір боксқа қатысу бала үшін тегін ба, әлде қанша ақша төлейді? Қазіргі заманда тегін. Өзің астана араларын сағынып жүрген жоқсыз ба? Сағындым, балаларды сағынамын. Балаңызды спорттың қай түріне беруді шештіңіз? Боксшы болғысы келе ме? Жалпы бізде Қазақстанда балалар боксы қалай дамыған? Бұл туралы біз бүгінгі қонағымыз Мирболат Тойтов. Мирболат кезінде Астана Арландар сапында жұдырықтасқан Қазақстан ұлттық құрамасы мүшесі болған. Бүгінде балалар боксынан бапкер. Мирболат, қош келдің. Жалпы балалар боксы жайлы айтсақ. Қазіргі таңда балалар негізі жақсы дамыған балалар, кішкентай балалар, именно бокс саласында. Сол қазір біздің бүлдіршіндер, енді қазір айтсақ, қалай айтса болады, садиктан бала бақсадан бастап уже боксы болғысы келіп армандайды. Бізге қазір залда көп балалар келеді, залға ынтасымен бокстасқысы келеді. Былай айтқанда неше жастан бастап баланы боксқа берген дұрыс? Баланы әртүрлі жастан бере-беруге болады негізі. Ең жақсысы бала 5 пен 7 аралығында қалыптасады. Сол кезде жаңа бокс школасын үйретсе, сол бала жақсы меңгеріп, әрмен қарай алып кетеді. Бірақ Николай Валуев, Серхио Мартинес, Девонте Уайлдер, олар 20 жасында бокс бастаған, Сосын әйгілі Рокки Марчано, ол тіпті 24 жасында боксқа келген. Бұл енді бұрынғы халық. Қазір енді 20 жаста, 24 жастағы балалар, 17 жастағы балалар боксшы болам десе. Негізі оған бір шектелмейді бокста. Жаңағы айтып жатсыз ғой, Рокки Марчано, өзіміздің Мұхтархан Ділдәбеков ағалы сияқты ол да кеш бастатты. Бұл әлемді біраз шыңдарды бағындырды. Сол себептен кеш болмайды негізі. Әлде бір бокс жақсы бір школасын қойса, арман қарай алып кетуге болады. Чемпион болатын баланы қалай байқайсыздар, қалай танисыздар? Енді балаларда мыңнан біреу шығады ғой, сол жүйрік болып. Арасынан келеді, сол бір талантты бала болады. Талантты бала енді кішкене бір еріншектеу болады. Кейбіреулер болады, жаңағы таланты астаспаса да, жаңағы еңбекқор. Негізі сол еңбекқорлар бір жерде жаңағы бір тесіп шығады, қазақтың сөзімен тесіп шығады. Жаңа айтып отырсыз ғой, балалар, әртүрлі балалар келеді деп, енді шын ғой, әртүрлі балалар келеді. Бірақ арасында өзіңіз айтқандай, кішкене еріншектеу балалар, боксқа қабілеті жоқ балалар келеді. Онда кезде не істейсіздер? Әке-шешесін айтып жылы шығарып саласыздар ма, әлде қабылдай бересіздер ме бәрін? Қалай дұрыс? Негізі оны бокста егерде көрсеңіз, бапкер ретінде баланы арман қарай алып кете алмайтын жағдайда болып жатса, әке-шешесіне түсіндіріп айтамыз. Бұл балаға басқа бір командный спорт таңдаған дұрыс болар деп. Енді баланың негізі арман қарай ынтасы болып, мен жоқ тұрып алса, мен жоқ бокстасам десе, арман қарай алып, өзіміз бір шетінен бір нәрсе қылдырып шығарамыз. Боксқа келгеннен кейін баланы қанша уақыттан кейін бастап турнирге қатыстырған дұрыс? Енді былай айтқанда бірден бәйгеге салып жүрген дұрыс па, әлде біраз баптау керек болған? Баптау керек негізі баланы. Оған дейінгі жаңағы қарсыластары 1 жыл, 2 жыл дайындалуы мүмкін да, и бір ауыр соққалық болып, жаңағы бала қаймып қалуы мүмкін. Сол себептен кішкене көз үйретеді бала, спаррингті өткізеді. Жаңағы біраз өзінің клубтың қасындағы өзінің балаларын бір залда айналып жүрген балалармен спарринг өтеді. Сосын арман қарай уже көре жатамыз. Егерде дайын болса, арман қарай шығарамыз. Жалпы енді әлем чемпионы демей ақ қойып, Қазақстан чемпионы болу үшін жалпы қанша уақыт керек балаға? Боксшыға қанша уақыт қажет? Енді ол бақ қой. Әр адамның әр бағы бар. Біреулер 1 жылдың ішінде әлемде Қазақстан чемпионы болып шығып жатыр. Біреулер 10 жылдың ішінде. Енді әр адамның әр бағы
қай уақытта жанады, сонда негізі еңбек деген бір 5-6 жыл жақсылап дайындалу керек ол үшін. Жаңа арман қарай Қазақстанда алу үшін. Қазақстанда өйткені конкуренция, өздеріңіз білесіздер, көп. Бізде қазір балалар боксы жағдай қаншалықты жақсы жасалған, қаншалықты жағдай жасалған боксқа? Қазіргі таңда өте жақсы бапкерлер арқасында жаңағы біздің үкіметтің өзі қолдауымен жаңағы бәріміздің боксқа деген көзқарасы жаңағы өте жақсы дамыған. Жаңағы бокстан жаңағы шеттер елді көреді балалар, жаңағы өз-өзін сынайды, қай жағынан. Кейбіреулері қазір балалар жас балалар ғой, енді любительскийдан болмай жатса, жаңағы кәсіби боксқа кетіп ауысып жатыр. Оларда өте жақсы не көрсетіп жатыр. Сол енді жаңа біздің үкіметтің арқасында Қазақстан именно бокстың нұсқа жағына жақсы көңіл бөлгесін. Дәл қазір боксқа қатысу бала үшін тегін ба, әлде қанша ақша төлейді? Қазіргі заманда тегін. Егер де балалар бокс залдар бар, платный, өздері үшін, арман қарай, тек қана өздері үшін дайындалып, осы бокс меңгеру үшін сондай залдар бар. Негізі бокс тегін. Біз енді қазір әуесқой бокстан бөлек кәсіпқой бокс жақсы дамып келе жатыр ғой. Жалпы бәлкім қазірден бастап кішкентай балаларды кәсіпқой боксқа кішкентай кезден дайындаған дұрыс шығар. Қалай ойлайсыз? Әуесқой боксты бірінші өту керек. Сосын әуесқой бокстан кейін арман қарай жаңа кәсіби боксқа ауыса беру керек. Бірінші менің ойымша енді негізі бірінші әуесқой бокстың барлық кезеңдерін өту керек дейсіз ғой. Олимпиадаға қатысу керек, олимпиада чемпионы болу керек. Содан кейін барып ол кезде каршик кетпей ме? Жоқ. Негізі обязательно емес, ол кішкене міндетті түрде емес, бүкіл олимпиаданы өтіп, енді қазіргі таңда даже бір 5-10 жыл жаңаға бөліп, содан кейін ауыса берсе болады. Ерболат, енді өзің қазір балаларды әуесқой боксқа дайындайсыз. Әуесқой боксқа. Жалпы әуесқой бокстан бізде бұрыннан бапкерлер жақсы дамыған, бапкерлер базасы бұрыннан жақсы бар. Ал кәсіпқой боксқа дайындайтын бапкерлер бар ма? Кәсіпқой боксқа қазіргі таңда бар негізі. Виктор Демьяниканы айтайық, ол кісілерде жаңағы біраз өзінің ұлын дайындады. Сол кісілерде біраз енді школа бар дейді ғой, школасы бар. Енді өзінде де жартылай школа бар ғой, жартылай мектеп бар былай айтқанда, кезінде Астана Арландарында жатыртасың, ол енді жартылай кәсіпқой бокс клубы болып саналады. Бәлкім көрерсің алда уақытта? Алда енді ондай ойлар негізі туындайды өз басында. Енді негізі жаңағы WSB сериясын айтар кездерін болсақ, жаңа өзім Астана Арланс командасында. Негізі кәсіби боксқа өте жақсы старт дейді ғой, өте жақсы бастама. Соны өткен біздің жігіттер, бауырларымыз Мейірім, Асқат Уалиханов, Мадияр Ашкеев, солар соны өтіп, сол базаны өтіп, арман қарай жаңағы керек уақытында кәсіби боксқа ауысты. Өзің Астана Арландарын сағынып жүрген жоқсыз ба? Сағындым, балаларды сағынасың. Енді еще неге ерте кетіп қалдың? Енді тағдыр солай жазды маңдайымызға. Арда балалармен хабарласып, келгенде Астанаға келгенде жаңағы бауырымыздай, туғандай бауыр болып кеттік. Бәріміз бір-бірімізге іздеп хабарласып тұрамыз. Ерболат, бүгінгі бағдарламаға қатысқанға көп рахмет. Сіздерге рахмет. Әлі талай чемпиондарды дайындап шығарады деген бізде сондай үмітті сенімде бар. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Өзіңіз балаңызды спорттың қай түріне бересіз және жалпы Қазақстандағы балалар боксы жайлы қандай пікірдесіз? Пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар.